Мұхтар Әуезов, Көксерек. Қарадыр деген жердегі қарағанның ортасында қасқырдың ескі іні бар. Жаздан бері соны екі қасқыр мекендейді. Қазір іннің ішінде ақ қаншық жатыр. Жанында кішкентай көк күшіктері қыбырлайды. Бір уақытта бірдеңе қасына тасырлатып келіп қалды. Қаншық арс етіп, азу тістері ақсиып, ырылдай атып тұрды. Көк шолақ қасқыр қаншықтың алдына жас қозыны тастай салды. Тұмсығымен ақ қасқырды иіскеп, әр жерін жалап алды. Содан соң екеуі жерде жатқан қозыны ыр етіп барып бас салды. Тұмсығы мен бастары, мойын жүндері қып-қызыл болған екі қасқырдың жасыл көздері от шашады. Ертеңіне түсте жат иіс шықты. Алыстан дауыстар естіліп, жақындап келе жатты. Күшіктерін інге тығып тастады да, ақ қаншық қараған ішіне кірді. Ін аузында екі аяқтылар жыбырлады. Көздері іннің ішін қарады. Екі аяқтылар індегі барлық күшікті алып шықты. 7 күшіктің 5-еуін өлтірді де, 2 кішкенесін тірі қалдырды. Кетерде біреуінің тірсегін қиып қалдырды да, екінші біреуін, ең кішкентайын алып кетті. Содан кейін 2 қасқыр жоқ болды. Ін бос қалды. Осыдан соң бір жұма бойы іннің маңындағы ел күндіз түні шулап жатты. Қой жараланды, бұзаулар өлтірілді, бие құлындар желінді. Тұтқын болған көк күшік ауыл тұрғыны болды. Кішкене Құрмаш Көксерек деп ат қойды. Күндіз түні жанынан шықпайды. Көксерекке арнап итаяқ әзірледі. Жүре бастағанда мойнына жіп тақты. Құрмаш түнде күшікті қасына алып жатады. Жаз ортасы жақындап қалды. Көксерек үлкейді. Бұл уақытқа шейін Көксеректі ауыл иттерінің еш қайсысы дос көрмеді. Қасқырға шабатын батыл төбеттер бұны талап тастайды. Басқа иттер де ырылдап үріп, әр жерінен тістеп кетеді. Көксерек туралы ауыл әйелдері түрлі өсек те айтып жүрді. Ұры, асыраса да мал болмайды, тұқымы жау емес пе деді. Кейбіреулер түнде қойды үркіте береді, даланы жақсы көреді, иттен қорыққаннан ғана үйде жатады деді. Құрмаш бұл өсектің бәрін тыңдамады. Шынында Көксерек тамаққа тоймайтын еді. Алдына құйып қойған асты қасында кісі қарап тұрса жаламайды, жемейді. Адам қарамаса тамақты жоқ қылады. Бірақ егер тіпті қарны ашып кетсе, өзіне бермеген асты да жеп қояды. Кейде сол үшін таяқ та жейді. Жаз ортасында Көксерек үлкен көк қасқыр болып шықты. Енді оны ауыл иттері талай алмайды. Көздері жап-жасыл болып, тістерін көрсетіп, аузын ақситып ашып жіберіп, тап бергенде ауыл иттері қашатын болды. Мұндай кезде одан Құрмаштың өзі де қорқатын еді. Үлкендер енді бұны өлтіріп терісін алу керек деді. Бірақ Құрмаш көнбеді. Күздің бір түнінде Көксерек жоқ болып кетті. Қыс келді. Көксерек тағы да жортуылға шықты. Жемтік біткеніне 2 күн болған. Содан бері аш еді. Жүре-жүре баяғы Қарадырға келді. Желге тұмсығын тосқанда мұрнына таныс иіс келіп жетті. Бір таудың басында атқа мінген қойшыны көрді. Айналасында қой жайылып жүр. Көксерек қойшы мен қойға қарай жүрді. Көріп қалған қойшы айғай салып, бұған қарсы шапты. Қойшы үлкен адам емес екен. Қасқыр баланың даусынан шошымады. Қой үркіп,
қойшыға қарай қашты. Қасқыр жақындап, бір қойға ауызды салайын деп жатқанда, қойшы да қасына келіп жетті. Көксерек қойшыға арс етіп бір-ақ секірді. Қасқырдың аузына баланың тоны ілікті. Бала аттан құлап түсті. Көксеректе қазір бұрын ешқашан білінбеген ашу ыза бар еді. Туғаннан бергі барлық көрген жамандығым осы екі аяқтыдан дегендей жығылып жатқан балаға тап берді. Бұл бала құрмаш еді. Қойшы ауырып қалып, әкесі бір күнге қойға жіберген еді. Көксерек ырылдап тұрып, тісімен баланың бір жақ көзін жұлып алды. Түнде баланың өлігін тауып алды. Жанында үлкен қасқырдың ізі жатыр екен.